Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді болып шығатын заварной креммен жасалған шоколадный кекс дайындаймыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қантты салып, миксермен ағарғанша көпіртіретін боламыз. Ағарып шыққаннан соң үстіне сүтімізді құямыз, сосын сұйық майымызды құямыз. Бәрін жақсылап миксермен араластырамыз. Ұнның үстіне қопсытқышты салып араластырып, ұнды ситадан өткізіп салып, миксермен араластырамыз. Ұнның барлығын салмаймыз, жартысын саламыз бірінші. Сосын ұнның қалған бөлігіне какаоны қосып, барлығын ситодан өткізіп саламыз. Сосын миксермен араластырып, сұйық қамыр дайындаймыз. Осындай қоюлықтағы бізде қамыр дайын болды. Енді осыны форманы жақсылап сары маймен, не болмаса маргаринмен майлап, формаға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттың арасында пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан өздеріңіз көтеріліп шыққанша қарап, шпажканың көмегімен тексеріп, пісіріп аласыздар. Бір-екі рет ұрғылап жібереміз, осылай ішіндегі ауалары шығып кету үшін. Пирогымыз пісіп шыққанша біз кремін дайындаймыз. Ең оңай заварной крем дайындайтын боламыз. Қантқа ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын осын массаның үстіне сүтті құйып, баяу отта тоқтаусыз араластырып тұрамыз, қою болғанша. Міне дайын болған креміміз, кремнің үстіне сары майды салып, үстіні пищевая пленкамен жауып, суығанша бір шетке алып қоямыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Оны осындай шпажканың көмегімен барлық жеріне тесіп шығамыз. Сосын осы бисквит ыстық күйінде үстіне сүтті құйып тастаймыз. Енді осы бисквитті толықтай суығанша күтеміз. Кремімізді толықтай суығаннан соң бисквиттің үстіне кремді осылай салып, жағып шығатын боламыз. Үстіне какао сеуіп шығамыз. Біздің пирогымыз дайын. Осы дайын пирогты 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Кремдері толықтай сіңіп, жұмсақ болып шығады. Өте дәмді пирог болады, оңай, үйде бар заттардан жасалады. Сіздерге осы пирогты дайындап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.